Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыз етістік тақырыбына арналады. Жалпы сөз таптарының ішінде етістік өте көлемді және күрделі сөз таптарының бірі. Себебі етістіктің аясында өтетін тақырыпшалар өте көп, және де дәл осы тақырыптар бойынша да тестте сұрақтар көп кездеседі. Сондықтан да біз етістіктің өзін 2 күнге бөліп өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта біз алдымен етістік дегеніміз не, соған тоқталып өтейік. Етістік бұл заттың қимылын, іс-әрекетін білдіріп, не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Етістік бұл сөйлеуде маңызды рөл атқарады. Етістіксіз сөйлем құрау мүмкін емес. Сәйкесінше тіліміздегі сөздік қордың жартысына жуығын етістіктер құрайды. Етістік өзі тұлғасына қарай өзге де сөз таптары сияқты негізгі және туынды етістік болып екіге бөлінеді. Құрамына қарай дара және күрделі етістік болып екіге бөлінеді. Тұлғасына қарай негізгі түбір етістік дегеніміз, яғни сөздің одан ары қарай бөлшектеуге келмейтін негізгі бөлігі бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, көр, ал, бер, кел деген сияқты етістіктер. Ал туынды түбір етістік деп отырғанымыз сөз тудырушы жұрнақтардың көмегімен туындаған етістіктер. Мысалы, ойла, түбірі ой, не, зат есім, ойла, несте етістік туындап тұр. Ендеше бұл туынды түбір етістік. Сол сияқты қолда, түбірі қол, зат есім, да сөз тудырушы жұрнақ арқылы қолда, несте деп етістік туындап тұр. Құрамына қарай етістіктер дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік деп отырғанымыз ол бір ғана түбірден тұратын етістіктер. Айт, қайт деген сияқты. Ал күрделі етістік екі түбірдің тіркесуі арқылы жасалатын етістіктер. Мысалы, алып қайт, барып кел, алып бер деген сияқты біздің тіліміздегі осындай екі сөздің тіркесуінен жасалған күрделі етістіктер өте көп. Мысалы, келе жатыр, айтып отыр деген сияқты тіркестерді де бұған мысал ретінде келтіре аламыз. Яғни екі түбір тіркесіп келіп, бір ғана сұраққа жауап береді, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Нәтижесінде күрделі етістік болады екен. Енді етістіктің тұлғасына қарай бөлінуі, біз бұны жаңа айтып өттік, тұлғасына қарай екіге бөлінеді дедік. Негізгі түбір етістік сөздің өзінен болады, яғни отыр, тұр, жатыр, жүр, оқы, кел, барды, жүгірді, жасаған, көрген деген сияқты. Дәл осындағы алғашқы тұрған отыр, тұр, жатыр, жүр деген 4 етістік қазақ тілінде қалып етістіктері деп те аталады. Яғни бұл тестте қалып етістігі қатысқан сөйлем деген сияқты сұрақ түрінде келуі мүмкін. Сонда біз осы отыр, тұр, жатыр, жүр деген 4 етістіктің бірі қатысқан сөйлемді іздейді екенбіз. Енді туынды етістіктің жасалу жолдары қандай? Ол мұнда кестеде көрсетілген сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалады. Лале, даде, тате, дан, ден, тан, тен, немесе лас, лес, а, е деген сияқты жұрнақтарды туынды етістіктерді жасайды екен. Сонымен қатар, мысалы, ақырын деген түбір сөз болса, ақырын дегеніміз өз алдына жеке тұрғанда қалай деген сұраққа жауап береді, үстеу. Ал енді ақырындат дейтін болсақ, онда ол туынды етістікке айналады. Ақырын, ақырында, яғни алдымен несте, ақырында, одан кейін етіс жұрнағы жалғанады. Осылайша туынды етістік пайда болады екен. Туынды етістіктің жасалу жолдарына қатысты мына кестені дәптерге жазып, сызып, жаттап аламыз. Келесі тақырып бұл негізгі және көмекші етістіктер. Біз алдыңғы сабақтарда осы көмекші етістіктер туралы айтқан болатынбыз. Бүгін қайталау мақсатында бір шолу жасап өтеміз. Негізгі етістік деп отырғанымыз өзінің аты да айтып тұрғандай, жеке тұрғанда өзінің лексикалық мағынасы бар. Жеке тұрып сөйлем мүшесі бола алатын, немесе күрделі етістіктің негізгі мәнін білдіріп тұратын етістіктер. Мысалы, айт,
келді, көрді деген сияқты. Ал көмекші етістік дегеніміз бұл жеке тұрып сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек негізгі етістіктермен, есім сөздермен тіркесіп қолданылатын етістіктер. Ол аты да айтып тұрғандай көмекші, яғни ол міндетті түрде оның алдында бір негізгі сөз тұруы керек дегенді білдіреді. Мысалы, жаманға жүзің салма малды екен деп, жақсыдан күдер үзбес жарлы екен деп деген мысалды алып қарастырайық. Осындағы екен деп деген сөздер, яғни көмекші етістік болып табылады. Көмекші етістіктің өзінің мәнді, мәнсіз және толымды, толымсыз деген түрлері болады. Мәнсіз етістіктер олар ет, жазда, де. Осы төртеуі мәнсіз көмекші етістіктер. Ал енді мәнді көмекші етістіктер ол өз алдына лексикалық толық мағына білдіретін, дербес сөйлем мүшесі қызметін атқара алатын түбір етістіктер тұлғасындағы атауыш сөздер. Мысалы, айтып жіберді, үре бастады деген тіркестердегі жібер немесе баста деген сияқты сөздерді мысалға ала алады екенбіз. Осы мәнсіз және мәнді көмекші етістіктерді толымды немесе толымсыз деп те атауға болады екен. Мысалы, қазақ тілінде кездесетін еді, екен деген сияқты немесе етті деген сөздер. Мысалы, ол оны бұрындары да көрген еді, немесе ол жапалақ келіп жалп етті деген сияқты сөйлемдердегі еді, етті деген сөздердің түбірлері және ет деген түбірлер, бұлар көмекші етістік екен. Тестте бұл көп жағдайда сұрақ түрінде келеді, көмекші етістік қатысқан сөйлем деген мағына сұрақ форматында. Сол кезде біз осындай етістіктер қатысқан сөйлемдерді іздеп тауып алады екенбіз. Келесі енді тапсырма, бұл мәтін берілген, осы мәтінді оқып, ондағы етістіктерді табамыз және оларды құрамына қарай, тұлғасына қарай талдаймыз. Бұны әр оқушы өз бетінше орындайды. Ары қарай күрделі етістіктерге кішігірім тоқталамыз. Күрделі етістіктер бұлар екі немесе одан көп сөзден құралып, бір ғана мағынаны білдіретін, бір ғана сұраққа жауап беріп, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқаратын етістіктер. Күрделі етістіктердің өзінің бірнеше түрлері болады. Мысалы, құрама етістік. Барып кел, кіріп шық, келіп кет деген сияқты. Сонымен қатар құранды етістік. Мысалы, жәрдем ет, қызмет қыл, адам бол. Қосарлы етістік. Мысалы, алдап сулау, арып ашып, шаршап шалдығу деген сияқты. Біріккен етістік, мысалы, апар, әкел, әпер, өйт, яғни алып бар деген сөздің бірігіп кірігуінің нәтижесінде пайда болған апар деген сөз, немесе алып кел деген екі сөздің бірігіп кірігуінің нәтижесінде пайда болған әкел деген сөз. Сол сияқты алып бер, әпер, осылай істе дегеннен өйт деген сияқты, яғни бірігу, кірігу, дыбыстық өзгеріске ұшырау арқылы сондай күрделі етістіктер пайда болған. Сол сияқты тұрақты етістік деген бар. Мысалы, ауыз жаласу, жүрек жалғау, опық жеу, яғни бұлар тұрақты сөз тіркестері. Ал сөз табы тұрғысынан талдаған кезде бұлар әрекет мағынасын білдіргендіктен де тұрақты етістік болып табылады екен. Енді дәл осы күрделі етістіктердің түрлеріне байланысты берілген екінші тапсырманы орындайсыздар. Яғни мұндағы екі бағандағы сөздерді бір-бірімен тіркеп, күрделі етістікке айналдырып, және оның күрделі етістіктің қай түрі жасалып тұрғандығын айту керек. Ары қарай, етістіктің мағыналық түрлері, бұлар болымды және болымсыз етістіктер болып екіге бөлінеді. Істің немесе әрекеттің болғанын, болып жатқан немесе болатынын білдіретін етістіктің түрі болымды етістік дейміз. Мысалы, мен сабақ оқыдым, мен сабақ оқып отырмын, мен сабақ оқымақпын. Яғни болған іс әрекет, болып жатқан іс әрекет және болатын іс әрекет. Яғни бұл болымды етістік. Ал енді істің болмағанын немесе болмайтынын білдіретін етістіктің түрін болымсыз етістік деп атаймыз. Мысалы, мұны жазған адамның өзін білме, сөзін біл деген сөйлемдегі білме болымсыз етістігі ме жұрнағы арқылы жасалған.
Кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарай кісіні ал дегенде алма деген сөз болмыс жетістік, ма деген жұрнақ арқылы жасалып тұр. Яғни болымсыз етістік жасаушы жұрнақ маме, бабе, папе. Бұл өте оңай. Мысалы, ал бір нәрсені, болатын іс әрекет, ал енді оны алма десек, онда ол болмайтын іс әрекет деген сияқты. Тағы бір етістіктің мағыналық түрлері бар. Бұлар салт және сабақты етістік деп аталады. Етістіктің тура объектіні қажет ету етпеуіне байланысты салт етістік және сабақты етістік болып екіге бөлінеді. Тура объектіні, яғни табыс септігіндегі сөзді қажет етіп тұратын етістіктер сабақты. Біз оны қалай түсінеміз? Яғни бұл етістіктің алдында тұратын сөз табыс септігінде тұруын қажет етеді. Мысалы, оқыды деген етістік. Біз оқыды деген кезде міндетті түрде оның алдындағы сөзге нені оқыды деп сұрақ қоямыз, яғни ол табыс септігінде тұрады. Ендеше бұл сабақты етістік. Сол сияқты құттықтады, не істеді, құттықтады, енді кімді құттықтады деген заңды сұрақ туындайды. Яғни оның алдындағы сөздің, етістіктің алдындағы сөздің тағы да табыс септігінде тұруын қажет етеміз. Ендеше бұл да сабақты етістік болады екен. Яғни өзінің алдында тұрған сөз табыс септігінде тұратын болса, онда ол сабақты етістік. Ал енді табыс септігіндегі сөзді қажет етпейтін етістіктер, бұлар салт етістіктер деп аталады. Мысалы, спортшылармен кездесті, кімді кездесті деген сұрақ бізге керек емес. Кіммен кездесті деп сұраймыз, спортшылармен кездесті. Сол сияқты барады, не істейді, барады, қайда барады, кіммен барады, кімге барады деген сияқты сұрақтар қоюымыз мүмкін, бірақ кімді барады немесе нені барады деп сұрамаймыз. Яғни бұл етістіктің де алдына табыс септігін қоюдың қажеттілігі жоқ. Ендеше бұл да салт етістік болады екен. Ары қарай осы салт және сабақты етістіктерді бекіту үшін 5-ші тапсырманы орындаңыздар. Яғни әр оқушы өзінше өз бетімен орындайды. Мұнда бірнеше етістіктер берілген, осылардың қайсысы сабақты, қайсысы салт етістік екендігін ажыратамыз. Келесі сабақта бұл тапсырмаларды мен сіздерден міндетті түрде сұрайтын боламын. Бүгінге осы, келесі сабақта етістіктің тақырыбында аясында қарастырылатын тақырыптарды одан әрі жалғастырамыз. Сабақты осымен аяқтаймыз. Сау болыңыздар.